Тау періштесі айтады: Я Расулалла, ин ши'та ан утбиқа алейхимул ахшабайн дейді. Меккеде Абу Құбайс және де Қуай қиған деген екі тау бар. Оны ертең Құдай қаласа көрсетеміз сендерге Меккеге барған кезде. Сол екі тау біреу батысында тұр, біреу солтүстік шығысында тұр. Екеуі тура Кағбаның айналасында тұр, жап жақын. Егер қаласаң, Ақшабайын деп аталады екеуі. Екі тау, екі үлкен тау. Осы Ақшабайынды екеуін алып, тау періштесі ғой. Кағбада ғана кішігірім ғана жиналып отырған өзі ауыл болған ғой, сол Кағбаның айналасында ғана тұрған ол кезде адам көп болмаған Меккеде. Сол айналасындағы мүшриктердің барлығын бір-біріне бетіп не істей салайық, тауды қосып, екі таудың арасына жапсырып тастай салайық дейді ғой. Сол кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам: Арджу ан яхруджаллаха мин аслабихим ма я'будаллаха вахдаху ва ла тушрику бихи шай'ан. Жоқ, олай істей көрмеңдерші дейді. Ана көп уағыздарда Тойфтың халқын барып таумен жабыстырып жіберейік деп айтып кетті. Бірақ бұл олай емес. Өйткені Ақшабайын ол Меккеде тұр. Сол Меккенің мүшриктері де пайғамбарға қатты азар берген. О Тойфтықтар бір сәт қана азар берген. Аналар 13 жыл бойы, жылдар бойы азар берген халық. Сөйтіп ана екі таумен Кағбамен бірге ана мүшриктерді жабыстырып жіберейін деп тұр ғой сонда. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қаншалықты бабалары, қаншалықты туысқандар мүшрик болып, қанша үстіне зиян беріп атқан болса да, Арджу айяхруджаллаха мин аслабихи ма я'будаллаха вахдаху ва ла тушрику бихи шай'ан. Жоқ, олай істемеңіздер. Рұқсат бермеймін. Мен әлі үміт етем, олардың белінен Алла тағалаға ғана құлшылық жасап, ешқандай серік қоспайтын ұрпақтар келетіндігіне мен үміт етем. Келді ма сол ұрпақ? Келді. Қазір ешкім о жақта пұтқа табынбайды. Барлығы мұсылман, барлығы Аллаға ғана табынады. Сөзінің соңында арғырай айтады: Ләм убасу лаанан бәл буисту рахматан лил аламин. Мен лағнет айтушы пайғамбар болып жіберілмедім, қарғамайым мен дейді олар. Мен әлемге мейірім, кешірім пайғамбары болып жіберілдім деп дұға жасайды. Аллахума ғфир ли қауми фаиннахум ла я'ламун деп айтады. Алла, менің қауымым, бейшара қауымым сені танымай тұр ғой, сені түсінбейді, білмей тұр ғой. Оларды кешіре көрші. Бәлкім олар кімге қарсы шығып жатқандықтарын білмей тұр, я Раббым Алла. Нұсрат, мүмкіншілік бере тұршы қауымыма дейді ғой. Кешіре тұршы дейді ғой. Дұға қылады да өзінің қауымына. Асаған қазір осындай мүмкіншілік берілсе, бір 13 жыл біреулерден азар көріп, біреулерден кішкене давка көретін болсаң, саған анау тау періштесі келіп екі таумен жапсырып жіберейік мыналарды десе, сен давай дейсің ғой. Мысалға да сенде ондай мейірім жоқ қой. Көрдің бе, біздің жүрегіміз соншалықты күнәмен кірленіп, күнәмен қатайып кеткені сондықтан пайғамбар алейхиссалату вассаламның жүрегіндей жүрек бізде жоқ болып тұр да.